Қараңыздар, ақша менде қазір финансированиеде емес, единый торговый аккаунтта тұр. Мен деривативы деген жерге өтемін, потому что мен day торговля, яғни күнделікті торговля жасайын деп жатырмын. Осы жерде сіздерде мынандай кредитное плечо бар, изолированныйға қойсаңыздар да болады, кроссқа да қойсаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер. Енді бізде мына жерден кредитное плечоны таңдап алсақ болады. Біз крипто премиумға сигналды қараңыздар 4x плечо менен бергенбіз. Осы жерден 4x плечо дегенді таңдаймыз. Одан кейін бізде сигнал лимитный ордер болып берілген. Яғни баға белгілі бір деңгейге жеткен кезде ғана long деп кіреміз. Лимитный деп тұр. Сол лимитті жазамыз біз. 0,66 да 69. 0,66 да 69. Енді біз осы жерде, мына жерде сізде крючок бар. Осы крючок арқылы депозиттің қанша процентіне сделкаға кіресіз. Соны өзіңіз таңдасаңыз болады. Мен мысалға қазір депозиттің 5%-не ғана сделка кірейін деп жатырмын 4x пенен. Купить long. Бұл бізде лимитный ордер болып тұрғандықтан и уже лимиттің уақыты өтіп кеткендіктен мен қазір кіре алмай тұрмын. Рыночный деген бағаменен қараңыздар. Кіретін болсам, рыночный деген бағамен неке купить long. Вот. Менің сделкам дәл қазір ашылып тұр рыночный бағаменен. Take profit stop loss'ты қалай қоямыз енді? Take profit неке? Установить take profit бізде 0,81,64. 0,81,64. Яғни приказ на прибыль. Получается, мен уже қазірдің өзіне кірсемде 25% ақша таба аламын деген сөз. Енді стоп-лосс это у нас приказ на убыток. Яғни осы стоп-лоссқа тиетін болса, менің сделкам минуспенен жабылсын деген сөз. 0,61,14. Стоп-лоссты всегда қою керек. 0,61,14. Егер дағы стоп-лосс қоймасаңыз, ол кезде сіз депозитіңіздің барлық ақшасын жоғалтып алуыңыз керек. Жоғалтып алуыңыз мүмкін. Мына жерде біз қарайтын болса, қараңыздар, прибыль және дағы убытокты көрсетіп тұр. Мына сделканың уақыты өтіп кеткендіктен бізде убытоктың несі көп болып тұр. Негізінде бізде соотношение 3:1. Чтобы біз 100% ақша табу үшін стоп-лоссты 20%-ке ғана қоямыз. Мына жерде мен подтвердить деген кнопканы басамын. Получается, менің ордерім орындалды. Неге? Ордера деген жерде тұрады. Неге? Себебі уже take profit пенен стоп-лоссы қойылып тұр. Яғни приказ қойылып тұр. Ал позиция деген жерде сделкам ашық тұр. Енді лимитный сигналға қалай кіреміз? Мысалға, High USD монетасы бізде қараңыздар 0,76,73 деген бағада саудаласып жатыр. Мен оның бағасы осы 0,70,25, яғни құлаған кезде лонгқа кіргім келеді. Барамын торговля деген жерге, сосын жазамын 0,70,25. 0,70,25. Осы жерден лимитный дегенді таңдап аламыз. 0,70,25. Енді барып депозиттің қанша процентіне кіретінімді таңдаймын. Купить long. Бұл бізде лимитный сигнал мене болып кіргендіктен қараңыздар. Ордера деген жерде тұрады. Купить long вот. Ал мына позицияда ашылып тұрған, бұл бізде уже закрыть long, яғни take profit стоп-лоссы қойылып тұр. Мына уже лимитный ашқан сделкамыз. Енді кез келген сделканы біз отменить етіп тастасақ болады. Мына бізде екінші ашқан сделка, яғни лимит пенен аштық. Бұл сделка әлі іске қосылған жоқ. Егер дағы баға дәл-медәл қараңыздар, осылайынан жүріп, құлап, мына жерге дейін құлайтын болса, 0,70,25-ке дейін келетін болса, менің мына лимитный ашқан сделкам іске қосылады. Себебі бұл бізде приказ болды. Мен қазір бұны отменить етіп тастасам да болады. Неке? Отменить деген кнопканы басам, уже отменено. Енді мына сделканы да мен 1% минуспенен жауып тастасам да болады. Яғни закрыть с помощью деген кнопканы бассақ, сделканы жауып тастай аламыз. Тағы да бір сделканы көрсетейін сіздерге. Наяқта жоғары қарай жүре беретін болса, мысалға, қандай монета бар? Eurocad, ол бізде уже Forex, мысалға AI USDT.
Мен қазір сіздерге пример ретінде көрсетіп жатырмын. Бұл сделкалардың барлығының уақыттары өтіп кеткен. IUSD дегенді таңдаймын. Торговля деген бөлімге өтемін. Мен астында деривативыда тұрмын. Осыған мән беріңіздер. Если мен торговать деген жерде тұрсам, ол кезде мен тек спотқа ғана сатып аламын. Келесі IUSD дегенді мен рыночный сделка ашқым келеді. Рыночный дегенді таңдаймын. Мына жерде өзіміз плечоны регулировать етсек болады. 20x, 15x, қанша x керек екен. Но желательно 20-дан асырмаңыздар. Мен қазір 10x деген плечо қойдым. 12x деген плечо қойдым. Сосын депозиттің 5% мен ғана сделкаға кірейін деп жатырмын. Яғни крючокты 5%-ке апарамын. 10% мақұл. 10% пен кірейін деп жатырмын. Купить long. Вот. Сделка ашылып тұр. Мен өзім оған take profit, stop loss'ты қоя аламын. Мына жерден установить take profit, stop loss. Мысалға, IUSD деген графикке барайық. Take profit'ті мен қойғым келеді. Мына жерге 1.59.89. 1.59.89. 1.59.89. Егер дағы баға сол жерге дейін жететін болса, ол кезде біздің прибыліміз 632% құрайды. Яғни 12 USDT. Подтвердить дегенді бастап, мен уже take profit қойып қойдым. Take profit – это у нас приказ на прибыль. Енді стоп-лоссты қай жерге қоямын? Стоп-лоссты мен мысалға мына жерге қойғым келеді. 0.74-24. 0.74-24. 0.74-24. Мына қараңыздар, егер дағы менің сделка минус болып жабылатын болса, ол кезде мен $7 менен минус менен жабылады. Получается, мен соотношение 2:1 сделкаға кіріп тұрмын. Мен қазір сіздерге жай ғана сделкаға қалай кіру керектігін мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Сіздер TradingView сайтында тек қана анализ жасап, қана сделкаға кіресіздер. Кез келген уақытта сделканы жауып тастауға болады, закрыть с помощью деген кнопка арқылы. Енді осы сделкаларымыздың қанша прибыльмен, қанша минуспен жабылғанын біз ордера деген жерден, история ордеров деген жерге өтеміз. Неке пенел деп тұрады, сіздерде осы жерден көре аласыздар. Мысалға IUSD дегенде мен 0.34% минуспенен жауып тастадым.